Саламатсыздар ма? Құрметті оқушылар, бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы өздеріңізге көрініп тұрғандай өндірістегі жабдықтар мен технологиялық үрдістерге қауіпсіздік талаптары. Технологиялық үрдістер мен талаптар бұл алғы шартта бірінші қолданатын негізгі қағидалардың бірі болып табылады. Ең бірінші пәнге кіріспер алдын пәнді ашып алған жөн саналады. Пәнде ашып алғанда пәннің негізгі мақсаты еңбекті қорғау және жабдықтармен жұмыс жасау, техникалық қауіпсіздік шараларын сақтау. Екіншіден, өндірістегі үлкен техникалық қауіпсіздіктер мен санитарлық талаптарды сақтау. Өткен тақырыбымызда санитарлық талаптар туралы айтып кеткен. Санитарлық талаптарда біріншіден адам денсаулығының жұмысқа жарамдылығы, екіншіден өндіріс орнындағы арнайы медициналық сараптамалардың өткендігін растайтын құжаттарда санитарлық талаптарға сай екендігін көрсетеміз. Сондай жағдайда ғана тек өндіріс орнына жіберіледі. Санитарлық талаптар адамның ең бірінші денсаулығын көрсетеді, екіншіден жұмысқа жарамдылығы. Және жұмыс уақытына 12 сағатқа толық жұмыс өтеуіне көрсетіледі. Мен түсінемін. Слайд берейін. Келесі жабдықтар мен үрдістерді үш жоспар бойынша бөліп өтеміз. Біріншіде қарастырылған қауіпсіздік, денсаулыққа зиянсыз еңбек жағдайларын қамтамасыз етеміз. Екіншіде техникалық құрылғыларға қойылатын қауіпсіздік талаптары. Үшінші, еңбек қауіпсіздігі стандарттары мен жүйесі. Бұл жерде үш бөлікке бөлгенмен ең біріншінде еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі кіреді. Жұмысты бастамас бұрын ең бірінші кез келген құрал жабдықтар тексеріліп алады. Кез келген күнде жұмыс бастар алдында біздің қолданатын жабдықтарымыз, құрал саймандарымыз, түрлі барлығы электр тоғымен бір тексеруден өтеді. Себебі жұмыс бастаған сәтте құрал жабдықтарымыз бірден істен шығып кетуі мүмкін. Сол себептен тексеріс өтеді. Екінші жағдайда техникалық құрылғыларға қойылатын қауіпсіздік талаптар. Техникалық құрылғыларда өндірісте үлкен өндіріс орындарда киловольттар өте жоғары болады. Себебі бір жұмыс атқару сменде жұмыс жүргізіліп жатқан кезде қауіпсіздік шараларды сақтамаса, бұл түрлі қайғылы оқиғаларға әкеліп жатады. Бұндай оқиғалар өте көп тіркеледі. Жұмысқа бей-жай қарағандықтан, санитарлық талаптарды сақтамағандықтан әртүрлі оқиғалар. Санитарлық талап сақталмайды кей жағдайда. Сондай жағдайда ішіндегі заттар тазалауға тырысып жатады. Сол кезде қолы, саусағы немесе үлкен миксерлерге, ұн араластырғышқа, қамыр илегішке кіріп жатқан жағдайлар болады. Сондай жағдайдан сақтау үшін түрлі талаптарды сақтаймыз. Егер де жұмыс жасап жатқан қамыр илегіш аспабымызда бөгде затты көріп қалған жағдайда қолды мүлде салуға болмайды. Яки да басқа бір ұзын қоқысталға арналған заттарды да салуға болмайды. Себебі ондағы киловольттар өте жоғары болады. Тазаламақшы болған заттар үшін бірге тартып береді. Түтікшемен тоқтатамыз. Яғни процесті тоқтату арқылы біз жұмыс жасап жатқан жеріміздегі тазалап алып тоқтатамыз. Еңбек қауіпсіздігі, денсаулыққа зиянсыз және жағдайларын қамтамасыз ету. Бұл еңбек қорғау кез келген өндіріс орнында бірінші мәселе талқыланады. Себебі еңбек шарты бірінші түзіледі.
еңбек шартынан кейін жұмыс беруші мен жұмыс істеушінің арасындағы жұмысы көрсетіледі. Оның жұмыс атқаратын орны, оның жұмыс істеу міндеті және сағаты бір күндік 12 сағат, 11 сағат және түнгі және күндізгі сменде. Жұмысшының түскі үзілістен кешке дейінгі жұмыс уақыты бәрі міндетіне кіріледі. Оның бәрі жұмыс берушінің шартында көрсетіледі. Келесі, еңбек қорғаудың нормативтері мен техникалық құжаттарына. Қауіпсіздік техникасының ережелері, санитарлық нормалар мен ережелері, еңбек қорғаудың нұсқаулары, еңбек қауіпсіздігінің стандарттары мен жүйесі. Қауіпсіздік техникасы жаңағыдай айтып кеткендей, өндіріс орнына кіргендіктен қауіпсіздік ережелері туралы кітапша болады. Біз міндетті түрде оған қол қою арқылы өндіріс орнына кіреміз. Өндіріс орнына кірер алдын екінші міндетті түрде қарастырады. Санитарлық талап, жаңағы айтып кеткен біздің мед справкамыз немесе анықтамамыз арқылы көрсетіледі. Және әр өндіріс орнының ауыр болсын, жеңіл өнеркәсіп болсын, кондитерде, макаронда, нан өндірісінде барлық өндіріс орнында арнайы киімдер бар. Арнайы киімдер тексерілу арқылы жұмыс орнына рұқсат беріледі. Мұнда арнайы киімдердің тазалығы және стандартқа сай болуы. Еңбек қорғаудың нұсқаулары. Жұмыс берушінің мен жұмыс істеушінің жұмысқа жарамдылығы. Бұны қалай түсінсек болады? Жұмыс істеуші толыққанды бүгінгі атқаратын жұмысқа жарамдылығы тексеріледі. Ол біріншіден алкогольді дейді, спирттік ішпегендігі. Екінші, ешқандай денсаулығына шағым жоқтығы қарастырылмайды. Денсаулығына шағым жоқтығы медбикелердің күнде бір тексерістен өткен кезде оның еш жері ауырып тұрған жоқ, жұмысқа жарамдылығы. Бұл міндетті түрде техникалық қауіпсіздікке де кіреді, және екінші еңбекке жарамдылығы. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттарын жүйесі. Жұмыс істеушінің денсаулығы жарамдылығы көрсетілгеннен кейін жұмыс жіберіледі. Егер де ол ондай жағдайлар тексерусіз жұмысқа жіберілетін болса, жұмыс істеушінің оқыс жағдайға тап болуы мүмкін. Себебі ол әртүрлі жабдықтармен жұмыс жасап жатқан сәтте бірден есінен танып қалуы мүмкін. Жұмысқа жарамай қалуы мүмкін. Ол түрлі қайғылы жағдайға алып келеді. Үшінші бөлікте санитарлық ережелер және барлық салаға ортақ халық барлық салалары бірдей еңбек гигиенасы мен қауіпсіздіктің кепілдігі шарттары бекітеді. Екінші, салалық әртүрлі сала еңбеккерлер үшін ортақ мәселелер немесе бөлек жұмыс түрінде қауіпсіздік қарастырылады. Бірінші, жеңіл өнеркәсіптің барлық түріне ортақ өзіміздің санитарлық талап бекітілген. Бұл еңбек кодексінде адам қауіпсіздігі туралы бекітілген. Сала аралық жеңіл өнеркәсіптің нан, макарон немесе кондитер, қантты, қантсыз кондитер арасындағы санитарлық талаптар болады. Жеңіл өнеркәсіпте қазіргі ең көп болған мысалға сухой фруктіде болады. Қазір сухой завтрак деп тапсырылады. Оларда санитарлық талаптар басқаша сақталады. Себебі жұмыс барысы жабдықта басынан аяғына дейін, қаптау бөліміне дейін тек жабдықтың ішінде жүріп жатады. Ал ода санитарлық талап әр жұмыс біткен сменде толығымен
Қанша минутта? Бесінші бөлім. Өндірістік процестердің қауіпсіздігінің талаптары. Стандарттар кіріспе бөлімнен төмендегідей бөлімдерде қарастырылады. Бірінші, жалпы ережелер туралы ұғымдар. Екінші бөлімде техникалық процестерге қойылатын талап. Үшінші, өндірістік бөлмелерге, өндірістік алаңдарға, өндірістік бөлімдерге қойылатын талаптар. Жұмыс орындарын ұйымдастыруға, жабдықтарға қойылатын талап, пайдаланылған материалдарға қойылатын талап, және алтыншы, машиналар және техникалық жағдайына күйіне қойылатын талап. Бірінші, жалпы ережелерде өндіріс орнының өзінің қойылатын ішкі және адам денсаулығына зиян емес ережелер туралы жұмыс беруші. Екінші, техникалық процестерге қойылатын талап. Техникалық процесс, яғни бір өнімді басынан аяғына дейін шығарып жатқан кезде техникалық процесс деп айтылады. Техникалық процесс. Мысалға, нан өнімін шығару болса, шикізаттың қоймаға келуінен, оның пісіріліп, суытылып, қаптамаға дейінгі бөлімін техникалық талап деп айтамыз. Себебі шикізаттың дұрыс сақталуы бұл міндетті түрде қарастырылады. Шикізаттың сақталу мерзімі, оның ылғалдылығы мен температурасы міндетті түрде қарастырылады. Себебі қоймада ылғалдылық көрсеткіші 15%-дан жоғары өтсе, ол міндетті түрде шикізат ылғалданып бір-біріне жабысып түйіршіктеліп кетеді. Ондай шикізат өнім пісіруге жарамайды. Ол бірінші талап болады. Екінші, оны араластырып, және су, қант, тұз, құмшекерді қойып алып, ол процеске. Өндірістік бөлмелер, өндірістік алаңдарға талап. Екінші бөлімдегідей ішкі желдеткіш бөлімдері, ол күз, жаз, қыс айларына әсер етеді. Күз айларында ауа ылғалдылығы күрт төмендейді. Сондықтан іштегі ауа қысылғанда ылғал жоғары болады. Шикізаттың ылғалдылығы көтеріліп кетеді. Ондай өнім жарамайды және жұмыс беруші тарапынан үлкен шығынға ұшыратады. Сондықтан желдеткіштің болуы, ішіндегі тазалығы түрлі жәндіктерден сақталуы қарастырылады. Төртінші, жұмыс орындарын ұйымдастыруға және құрал жабдықты орналастыру қойылатын. Демек, жұмыс істеушінің жұмыс атқарылып жатқан орнының тазалығы және қойылып тұрған талаптары. Жұмыс істеушінің жұмыс істеп жатқан орны тазалығын қарастырады. Екінші, қойылып жатқан талап жабдықтарды дұрыс қолдануы. Дұрыс қолданбаған сәтте түрлі жағдай болып жатады. Мысалға, нан илеу кезінде оны дұрыс қоспаса, оның бәрі сыртқа шашылып, бәрі шығынға келеді. Бесінші, пайдаланған материалдарды тасуға сақтау қойылатын талап. Бұл шикізатты қоймалардың сақтауға бір өндірістік сақтау шараларын айтылған. Бесінші, машиналардың техникалық жағдайы күйіне қойылатын талап. Демек, кез келген құрал жабдықтардың өзінің техникалық мінездемесі болады. Мінездемесінде оның атқарылатын жұмысы туралы және кез келген жабдықтың қанша уақытқа дейін жұмыс істеу мүмкіндігі болады. Демек, бір жабдықты үзіліссіз жұмыс істетуге болмайды. Себебі ол бұзылады, келесі жұмысқа жарамай қалады. Белгілі бір уақыт арасында жабдықтың өзін демалдыруға болады. Және әр жабдықтың өзінің техникалық жағдайын айтып жатыр. Себебі оған көп күш салуға болмайды.
оның өзінің деңгейі бар, әр жабдықтың соған лайықты жұмыс атқарылады. Ол болды. Келесі тарау өндірістік процеске қатысатын қызметкерлерге қойылатын талап. Қызметкерлердің санитарлық гигиеналық жағдаймен қамтамасыз ету қойылатын талап. Қызметкерлердің құрал жабдықтарын пайдалануына қойылатын талап, қауіпсіздік шарттарын бақылау. Процеске қатысты қойылатын талап, жұмыс беруші тарап, жұмыс істеуші тараптың ортасында келісімшарт. Бұл міндетті түрде жүргізіледі. Келісімшарт ұзақ қысқа мерзімді. Ұзақ мерзімді келісімшарттан кейін қысқа мерзімді келісімшарт болады. Жұмыс беруші тараптан жұмыс істеуші тарапқа. Жұмыс істеуші тараптың ол жердегі қызметі, оның лауазымы көрсетіліп, сол туралы айтады. Оның атқаратын міндеттері қызметкерлердің санитарлық гигиеналық жағдайы, бұл жаңа бірінші, екінші бөлімде міндетті түрде айтылып кетті. Қызметкерлердің санитарлық гигиенасы белгілі лауазымдағы адам, демек барлық қызметкерлердің толық денсаулығы кепіл береді. Себебі жұмыскерлерді жұмысқа жіберу алдын олардың денсаулығын шақыру туралы барлығын тексерістен өткізгендіктен. Одан кейін еңбеккерлердің құрал жабдықтарын пайдалану. Демек барлық жұмыскерлердің қызметі бірдей емес екен. Себебі әр қызметкердің өз міндеті, және өз лауазымы бар. Әр құрал жабдықтың өз техникалық мінездемесі бар. Әр мінездемені әр лауазымдағы жұмыс атқарушы біледі. Сондықтан әр жұмыскер өз орнында қызметін атқару. Қауіпсіздік шарттарының орындалуын бақылау. Демек, бұл соңғы тарауда қауіпсіздік шартының орындалуы, жоғарыда айтылып кеткен барлық тарауларды қауіпсіздік шараларын қорғау мақсатында айтылған. Демек, санитарлық гигиенаның сақталмауында, еңбек құрал жабдықтарын дұрыс қолданбауында бұның бәрі қауіпсіздік шарттарының орындалмауы болып есептеледі. Осының бәрінің орындалуын әр қызметкер өз лауазымымен, өз құрал жабдығымен жұмыс атқарғанда оның бәрі сақталады. Келесі, енді келесі кішкене сұрақ бар. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етудің нормативті техникалық құжаттары мен заң актілері қандай? Бұл кез келген адамға сұрақ болады. Техникалық құрылғыларға қойылатын негізгі қауіпсіздік талаптар. Еңбек қауіпсіздік стандарттары жүйесінің құрылымы қандай? Еңбек қауіпсіздігін айтайық. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары жаңағы бөлімде айтылып кеткен. Еңбек қауіпсіздігін сақтай отырып, қауіпсіздік жағдайларын бәрін үш бөлімін бірге қамтамасыз етіледі. Құрметті оқушылар, бүгінгі жалпы айтылып жатқан тақырып күрделі тақырып негізінде, бірақ еңбек шарты деген бұл өте керек. Болашақта барлық адамға еңбек шарты және жұмыс беруші тараптан бірінші қол алатымыз еңбек шартымыз. Еңбек шартта жұмыс берушінің талап етіп отырған нәрсесі сізден және сіздің құқығыңыз болады. Жұмыс атқарып жатқан сәтте жұмыс беруші мысалға сізге 12 сағаттық жұмыс ұсынғанмен оның арасында 2 сағат үзіліс және техникалық үзілістер болады. Солардың бәрін жұмыс барысында үйрене береді. Еңбек шарты бұл ең маңызды өмірде. Кез келген адам жұмыс атқарғанда еңбек шартын алуға міндетті. Ал ішкі тақырып орындалғандай, құрал жабдықтардың техникалық характеристикасын білу керек.
техникалық мінез құлқы деп айтылады. Кез келген өндіріс орнында, жеңіл өнеркәсіпте техникалық құрылғылар болады. Оның ең бірінші оны қосып жұмыс атқармас бұрын өзінен үлкен еңбек шарты үлкен мастерлерден сұрап ақылдасу керек. Ол құрылғының жұмысы және міндеті қалай екенін қалай қосып өшіріп үйреніп алу керек. Сосын кез келген жабдықтың өзінің экстренный қиын жағдайда өшіретін батырмасы болады. Сол батырманы міндетті түрде білу керек. Батырма бар екен деп оны кез келген уақытта баса беруге болмайды. Қиын кезде яки бір заттар түсіп кеткенде, адамға зиян тиіп жатқан кезде басу керек. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды, бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сохранение басында саған Жула. Стоп, не могу. қайерден деді ол стоп.